Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен өте пайдалы салаттың рецептісімен бөліспекшімін. Пайдасы болмаса, зияны мүлдем жоқ салат және де мүлдем майонез қосылмайды. Ресторандық салаттардың бір түрі және де жасалу өте оңай, қарапайым, кез келген жерден заттарын табуға болады деп ойлаймын. Асыққанда дастарханға бір өте әдемі сән беретін салаттың бір түрі. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Мен бір жасап көргеннен қатты ұнады дәмі. Бұл жерде менде рукколаны жақсылап сода суына жақсылап жуып алдым. Және де кішкене суынан кептіріп алыңыздар. Одан кейін барып төменгі жағын кесіп алып тастаймыз, керек емес жетін. Және де тек мен 2 бөлікке ғана бөлдім. Өздеріңіздің қалауларыңызша кез келген формаға салсаңыздар болады. Менде осындай жалпақтау тарелка. Жақсылап айналдыра отырып салатын боламын рукколаны. Сонда әдемі көрінеді. Енді керекті заттарды тураймыз. Бұл жерде апельсин және де қызылша керек. Өздеріңіздің қалауларыңызша кез келген көлемде турасаңыздар болады. Кольцо етіп, домалақтап турауға болады, ал мен 4 бұрышты етіп турағанды жөн көрдім апельсинді. Енді қызылшаны тураймын. Осылай бірденнен 4 бөлікке бөліп алдым. Және де дәл пияз сияқты осылай турап шықтым. Бұл жерде кішкене үшбұрышты көрінеді. Бұл өздеріңіздің қалауларыңызша, егерде кішкентай қызылша болса 2-ге бөліп осылай жартылай кольцо ғып турасаңыздар да болады. Тек қатты майдалап жібермесеңіздер, болғаны салатта өте әдемі көріну үшін. Бірденнен салатты жинауды бастап кеттім. Осылай рукколаны бетіне қойып шығамыз. Міндетті түрде бұл жерде жасыл аскөктеріңіз руккола болуы тиіс. Осы дәммен ғана жақсы үйлеседі бұл салат. Басқа аскөктер болмайды мүлдем. Рукколаны табуға тырысыңыздар, егерде бұл салатты жасаймын десеңіздер. Осылай бетіне барлық қызылшаны отырғызып шықтым. Менде бұл бір тарелкаға бір қызылша кетті. Кішірек, орташа. Дәл солай апельсиндерді де қойып шығамыз. Айналдыра біркелкі болуы керек. Сонда әсем көрінетін болады. Егерде менің каналыма әлде тіркелмеген болсаңыз, менің каналыма подписаться батырмасын басып, тіркеліп алыңыз, және де жанында қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Және де менің видео рецепттерім ұнаса, міндетті түрде менің каналымды қолдау мақсатында лайк басып, өзіңіздің пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Егерде менің рецептіммен жасап жатсаңыз, міне барлығын мен қойып шықтым. Енді творожный сырды салып шығатын боламын. Қазір ғана тоңазытқыштан шықты. Қатты жұмсақ болып тұрған жоқ. Егерде халал фета сырын тапсаңыздар, фета сырын қолдансаңыздар да өте керемет болады. Мен халал фета сырын таппадым, сондықтан да халал творожный сырды пайдаланып жатырмын. Міндетті түрде сапалы заттарды қолданыңыздар, денсаулықтарыңызға өте пайдалы болады. Кері әсері болмауы тиіс. Міне осылай қойып шықтым. Творожный сырды да айналдыра бальзамический соусты арнайы қапшыққа салып, жіңішкеретіп құйып жатырмын. Өзінің ыдысында кішкене үлкендеу болып құйылады, бұлай нәзік құйылмайды. Егерде сіздерде кедір жаңғағы болса, міндетті түрде кедір жаңғағын бетіне сеуіп шықсаңыз өте керемет болады. Мен кедір жаңғағын пайдаланбадым. Осылай да өте әдемі болып тұр және дәмді болып шыққан. Міне салатымыз дайын. Дәл осылай дастарханға ұсынсаңыздар өте керемет көрінеді. Сіздің қонақтарыңызға ұнайды деген сенімдемін, және де күнделікті рационға қоссаңыз да өте витаминді, пайдалы салаттардың бір түрі. Майонезді салаттардан шаршаған болсаңыз, осылай жасап та көріңіз. Міндетті түрде өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Ас болсын, сау болыңыздар. Келесі видео рецептте кездескенше.